Түркістан облысында трагедия. Жетісай ауданының Алғабас ауылында коттедж өртеніп, 12 адам, оның ішінде 9 бала қаза тапты. Жан түршігерлік жағдай бүгін таңертең болды. Тілсіз жаудан 34 жастағы үй иесі мен оның 31-дегі әйелі және 5 баласы, сондай-ақ ағасының жұбайы мен 4 перзенті тірідей жанып кетті. Көз жұмған балалар 2009-2024 жылдары туған. Кішісі небәрі 1 жаста ғана болған. Көршілердің айтуынша, бір күн бұрын үй иесі тойханада сүндет той жасапты. Ол біткесін туған ағасы бала шағасымен бірге оның үйіне келіп қонған екен. Оқиға орнына өрт сөндіру бөлімі келген кезде тұрғын үйдің толықтай өртке оранғаны анықталды. Өрт 360 шаршы метр аумақты толықтай сөндірілді. Оқиға орнына барлық жедел қызметтер жұмыс істеп жатыр. Тергеу басталды, өрттің шығу себептері анықталуда. Алапат өрттен 3 адам, яғни үй иесінің анасы мен ағасы және оның кішкентай қызы аман қалды. Алайда барлығы да ауыр халде жан сақтау бөлімінде жатыр. Зардап шеккендерге медициналық және психологиялық көмек көрсетілуде. Медициналық мекемелерге 3 адам, 2 ересек және 1 бала жеткізілді. Барлығы реанимация бөлімінде жатыр. Жағдайлары ауыр, бірақ тұрақты. Науқастарға интенсивті терапияның толық кешені жүргізілуде. Олардың жағдайы салалық мамандардың толық бақылауында болады. Жедел медицина желісі бойынша күшейтілген жұмыс тәртібі енгізілді. Облыстық денсаулық сақтау мекемелеріне қосымша мамандар тартылып, қажетті дәрі-дәрмекпен және психологиялық қолдаумен қамтамасыз етілді. Облыстық денсаулық сақтау басқармасының хабарламасынан. Қайғылы жағдайға байланысты мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев марқұмдардың жақындарына көңіл айтты. Сондай-ақ үкімет пен Түркістан облысының әкіміне зардап шеккен азаматтардың туған туыстарына барлық қажетті көмек көрсетіп, қайғылы оқиғаны жан-жақты тексеруді тапсырды. Бұдан бөлек үкіметтік комиссия құрылды. Оны вице-премьер Қанат Бозымбаев басқарады. Комиссия өрттің себеп салдарын тергеп тексереді және марқұмдарды жерлеу жұмыстарын ұйымдастырып, олардың жақындарына көмек береді. Ал осы фактіге қатысты өрт қауіпсіздігін бұзу бабымен қылмыстық іс қозғалды.